Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бүгін Нұргүл, бүгін сіздермен керемет кешкі асқа тағам жасайтын боламыз. Менің каналыма жазылып, алдағы уақытта күшті рецепттермен бөлісетін боламын. Каналымды жоғалтып алмас үшін маған жазылып кетсеңіздер болады. Ең бірінші бізге утка қажет болады. Утканы осындай өзінің бөліктеріне бөліп аламыз. Содан кейін үстіне бұрышымызды, тұзымызды, паприкамызды екі жағын жақсылап жағып шығатын боламыз. Содан кейін уткамызды жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді бізге картоп қажет болады. Картопымызды қайнаған суға салып 15-20 минут піскенше пісіретін боламыз. Енді осындай тапамызға сұйық майымызды құйып, уткамызды екі жағы қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей, біз осылай екі жағы пісіріп алдық. Енді қызып тұрған пешке бұл жерде сарымсақ қолдандым. Сарымсақты салып, уткамыздың үстіне сұйық майымыздан құямыз да духовкаға 30-35 минутқа үстін осылай фольгамен жауып, содан кейін зубочисткамен осылай кесіп шығамыз, пешке салып пісіретін боламыз. Міне қыздар, бізде картопымыз дайын болды. Үстіне сары майымызды, сүтімізді, дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап езіп пюре жасайтын боламыз. Міне бізде осындай утка дайын болды, етіміз де дайын болды. Оның дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, өте дәмді және тез піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осылай пюремен гарнир жасап пісіріп бердім. Сіздер кез келген гарнирді қолданып көрсеңіздер болады. Менің каналыма жазылып, достарыңызбен бөлісіп, алдағы уақытта шығатын видеоларды күтсеңіздер болады. Сіздерге көп рахмет. Жақындарыңызға осындай керемет тағамдарды жасап, әрдайым қуантып жүріңіздер. Сіздерге ас болсын.